Сәлем достар, қазір мен сіздерге тез дайындалатын, ашытқысыз дайындалатын пиццаны көрсететін болам. Мен каналыма тіркеле кетіңіздер, алдын ала рахмет. Ол үшін біз 2 жұмыртқамызды жарып, кішкене тұз саламыз, және 2 ас қасық қаймақ саламыз. Одан кейін 1 стакан айран қосып, бәрін бірге араластырамыз. Татымына қарай тұз қосасыздар. Одан кейін ұнымызды салып, оның үстіне кішкене қасықпен жарты қасықтай разрыхлитель немесе ас содасы қоссаңыздар болады. Кейін бәрін бірге араластырамыз. Қамырымыз қатты қою болып кетпеу керек, қатты сұйық болып кетпеу керек. Орташа қоюлау болу керек. Осылай қамырымыз дайын. Табамызға құйып, бетіне майонез бен кетчупымызды араластырып, бетіне жағып шығамыз. Салмасына өздеріңіз қалауларыңыз бойынша қалған заттарыңыз қоссаңыздар болады. Мен қызанақ қостым, және колбаса және сыр қостым. Осылай бәрін рет-ретімен үстіне қойып шығамыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста пісіріп аласыздар. Пешкілеріңіз міндетті түрде қызып тұру керек. 180 градуста 10-15 минутқа пісіріп аласыздар. Менікі осылай болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Ал ас болсын.